Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Қазақ математика академиясында Лейла. Бүгінгі тақырыбымыз проценттер. Бүгін қарастыратын сұрақтарымыз процент деген не, оны қалай есептейді, процентке немесе процентті бөлшек пен натурал санға айналдыратын қандай тәсіл бар. Ең бірінші сұраққа жауап. Процент дегеніміз не? Ол шамалардың берілген түрі. Мысалға, сіз процентті көргенсіз. Мысалы, сіз тапсырмалардың барлығының тек жартысын ғана дұрыс орындасаңыз, 50% дұрыс деп есептейді. Толық орындасаңыз, барлығы дұрыс болса, 100% деп есептейді. Бұл тек оқуда ғана емес, жұмыс орындарында, дүкендер мен супермаркеттерде акциялар болып жатқанда, кейде компьютерге жаңа Windows орнатып жатсаңыз да процентпен көрсетіп жатады ғой. Яғни ол мына толық нәтиже мен соған қатысты ақпараттың қатынасы екен. Мысалы, барлық шама 100% болса, оның жартысы осылай 50% деп көрсетеді. Яғни қанша қалды, тағы да біту үшін 50% қалды. Енді біз процент белгісін қалай белгілейміз? Процент деп осылай бір нүкте қойып, сосын слэш сызып, тағы да бір нүкте қоямыз да, сонда бізде проценттің белгісі шығады. Енді проценттер қалай есептелінеді? Мысалы, сіз тест тапсырып жатқанда 11 сұрақ болды делік. Сол 11 сұрақтың жетеуіне ғана дұрыс жауап бердіңіз. Бұл қанша процент екенін түсіну үшін пропорция құрып, қатынас құрып шығарайық. Мысалы, 11 сұрақ дегеніміз ол толықтай 100%. Сонда енді осы 100% дегеніміз толық жұмыс болғандықтан бізге жетеуі неше екенін білу керек. Мына жерге 7 деп жазамыз, яғни тура санды санның астына, пайызды пайыздың астына, яғни процентті проценттің астына жазамыз. Сонда 7 сұрақ ол неше процент деген сұрақ келеді. Бұны қалай шығарамыз? Екі диагональ тұрған сызықтарды қоямыз. Сонда егер де диагональдың екі шетінде де сан болса, екеуін көбейтеміз де ал мына жазамыз. Ал егер де сан белгісіз мәнге қарама-қарсы тұрса, диагональ бойынша, осы сызық бойынша, онда белгілі санды бөлеміз. Кәне жаз көрейік. Сұрақ белгісін жазайық та бөлшек сызығын сызып қойайық. Үстіне көбейтуді жазамыз, яғни 7 мен 100 екі жағында да сан бар, яғни 7 көбейту 100 деп белгілеп қоямыз. Астына сұрақ белгісіне диагональ бойынша қарама-қарсы тұрған ол 11. Сұрақ белгісі x болуы мүмкін, бәрібір белгісіз әйтеуір. Сонда 11-ге бөлеміз. Енді 7-ні 100-ге көбейтіп 11-ге бөлетін болсақ, 63,6 екен. Қысқартып жаздым, бұны жуықтай салған кезде 64 болады екен. Яғни 7 сұраққа ғана дұрыс жауап берсеңіз, онда 64% баға алады екенсіз. Осылай шығарамыз. Енді келесі процентті ондық бөлшекпен және жай бөлшекпен жазу тәсілдері. Процент деп жазып қояйық та, енді қараңыздар. Біз есеп шығарғанда жай ғана процентке көбейте не бөле сала алмаймыз. Ол үшін проценттік санды жай немесе ондық бөлшекке келтіруіміз керек. Тіпті калькуляторда да, мысалға, 10-ның 75%-ын табайық десек, 10 көбейту 0,75 деп санайды ол негізі. Ең бірінші процентті жай бөлшекке айналдыруды үйренейік. Сізге кез келген бір процент берілсін делік. Сол процент 25% деп алайық. 25% тең болады. Кез келген жай бөлшекті процентке бөлу үшін лайфхак 100-ге бөле саламыз. Сонда 25 бөлу 100 тең болады 100-ден 25. Оны қысқартып жерсек 25-ке мына жерде 1-ден болады, ал мына жерде 4-ден болады. Сонда 25% дегеніміз ол 1-дің 4-ші бөлігі екен. Келесі 75%. 75%-ді да тура жаңағыдай 75 деп алымына жазамыз да, бөліміне 100-ді жазып қоя саламыз. Енді екеуін көріп тұрсыздар ғой, 100 бен 100-ге бітіп тұр. Яғни екеуін де 100-ге бөлеміз. Сонда қысқартып жеретін болсақ 25-ке үстінде 3, астында 4 дейміз. Сонда 4-тен 3 болады. Келесі бұдан да үлкен проценттер болады. Мысалға 100-ден де үлкен 125 делік. 125% тең болады. Мына жерде кішкене көрінбей қалды, кешіріңіздер балалар, қазір кішкенеден кейін көтеріледі. 125-ті де тура сол жаңағыдай 100-ге бөлеміз. Сонда 25-ке қайтадан қысқартып жеретін болсақ, үстіне 5 деймін, астына 4 деймін. Ені оны аралас санға келтіретін болсақ, 1,4-1 болады. Ондық бөлшектерді қараған кезде біз 25% деп қайтадан жазып қойсақ, оны жай бөлшекке ойша да келтіріп алуға болады, бірақ мен жазып көрсетейін. 25 бөлінген 100 деп, яғни 100-ден 25. Бүтін саны жоқ, сондықтан 0 бүтін деп жазып қоямын. 0 бүтіннен кейін
біз көреміз 25 және 100, яғни ондық пен жүздік тұр, жай ғана 25 деп жаза салуым керек, яғни 2 нөлдің орнында 25-ті қоя салдым деп ойлаймын. 1%. 1% дегеніміз 1 бөлінген 100. Енді оны ондық бөлшек түрінде жазуым керек. Бүтін санын қараған 0, яғни 0 бүтін деп жаз қоямын. Енді 0-дің 100-дің тек қана біреуіне ғана сыйып тұр 1, 100-ден 1, 0,1 деп жазам. 10% дегеніміз 10 бөлінген 100. Бұны да 0 бүтін деп жазамыз. Енді қараңыздар, 2 орнында алып тұр 0, 0. Онда 2 саннан тұрады. Яғни мен 10 деп жаз қоя аламын, бірақ мен 1 деп жаз қоямын. Себебі 1-ден кейін ары қарай көп 0-дер тіркеп жаза беруге болады. Бірақ егер де 0-ден кейін басқа сан болмаса, онда олар жазбай қоюға болады. Сонда мен оны жай ғана алып тастай саламын қайтадан. Сонда 0 бүтін 1 болады. Шатас кетпеңіздер. 0 бүтін 100-ден 1 және 0 бүтін 1 дегеніміз екеуі екі түрлі сан. Біреу 10% білдірсе, біреу 1% ғана білдіреді. Естіп, мынаны қазір кішкене сәл-пәл көтеріп жүрейін, себебі жазып отырған кезде көрмей қалыппын. Дұрыстап қарап алыңыздар, 125% дегеніміз, ол 125-ті біз 100-ге бөлеміз де, 125 дегеніміз 100-ге бөлсек 1 бүтін 100-ден 25 болады. Сол жазылғаны бойынша бізге 1/25 деп жаза салуға болады. Енді керісінше жай бөлшек, ондық бөлшек, не натурал сан түрінде тұрған жауапты процент түрінде жаз дейді. 1088-ші есепті мысалға алайық. Бөлшекті не натурал санды процентке айналдыру үшін біз керісінше 100-ге көбейтеміз. Мысалы, ең біріншіні көрейік. 9 бөлінген 100, яғни 100-ден 9. Оны 100-ге көбейтсек, біз білеміз, 100 дегеніміз жай ғана сан тұрса, оның бөлімінде 1 бар деп есептейміз де, 100 алымында тұр дейміз. Алым мен бөлімі әрқашан қысқарып кетеді. 100 бен 100-ді қысқарып жіберсек, 1-ден 1 болады. Сонда жай ғана 9 алады екен. Сонда бұл 9% екен. Келесі бір есепті қарап көрейік. Мысалға 20-дан 1-ді алайық. 20-дан 1, яғни 1 бөлінген 20 дейді. Тең болады. Бұны да не істейміз? 100-ге көбейтеміз. Сонда 100 бен 20 қайтадан қысқарып кетеді, яғни көбейтіліп тұрған сан бөлімімен, яғни астымен қысқарылады. Екеуінде 20-ға бөлсек, мұнда 1-ден, а мына жерде 5-тен болады. Сонда тең болады, жай ғана 5 екен, 5% екен. Енді мына ондық сандарды 100-ге көбейтіп көрейік. 0 бүтін 1 тең болады, оны 100-ге көбейтемін. Мына үтір тұр ғой, бұны басқа екі орын жылжиды. Басқа жерге жазып көрсетейін. 0 бүтін 1 деп. 0 бүтін 1 артына 0-дер бар деп білеміз. Сондықтан тіркеп жаза салайық. Енді 100 дегеніміз 2 сан аттауымыз керек. 2 0 тұрса 2 сан аттаймыз. 1, 2 үтір арқылы. Үтірді сонда қай жерге қояды екенбіз? Мына үтір секірген жерден тоқтаймыз. Сонда 10 болады. 0 бүтін 1-ді 100-ге көбейтсем 10 болады екен. Келесін көрейік. Мысалы 0 бүтін 100-ден 1 дейді. 0 бүтін 100-ден 1-ді процентпен жазу үшін біз қайтадан не істейміз? 100-ге көбейтеміз. Тең болады. Мына үтір қанша орынға жылжиды? 2-0 болғандықтан 100-де 2 орынға жылжиды. Сонда 2 орынға жылжыған кезде жай ғана 1 болады екен. Алдындағы 0-дерін ескермейміз. Осылай біз ондық бөлшекті және де жай бөлшекті процентке айналдырып үйрендік. Келесі видеоларда біз проценттерді табу бойынша есептер туралы айтамыз. Сондықтан да осы каналға жазылып қойыңыздар, осы видеоға лайк басып сақтап қойыңыздар. Жаңа видео шыққан кезде лезде көре алатындай күшті сақтап қойыңыздар. Кездескенше.